Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз ПП лаваш жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрине пайдалы. Егер сіздер диетада жүрген болсаңыздар, осы лавашты міндетті түрде істеп жеңіздер, өте дәмді шығады. Ең алдымен лавашымыздың сәбіз салатын жасайық. Ол үшін сәбізіміздің қабығын ашып аламыз да теркадан өткіземіз. Міне біздің сәбізіміз осындай болып шығу қажет. Теркадан өткізіп болған соң, осындай сәбіз салатқа арналған арнайы чим-чим деген соус бар. Осыны сәбіз салатымызға қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің лавашымызға қосатын сәбіз салатымыз дайын болды. Енді кезекте қызанағымызды турайық. Бұл жерде біз қызанақты, яғни ұзын-ұзын соломка қылып тураймыз. Сосын келесі кезекте де қиярымызды да соломка қылып тураймыз. Енді кезекте лавашымыздың арасына менде осындай духовкаға піскен тауықтың еттері бар. Сіздерде үйлеріңізде қандай ет бар, соны қоса берсеңіздер де болады. Мысалы, сиыр, жылқының еті, немесе осы менкі сияқты тауықтың етін қоссаңыздар да болады. Бұл етті де осындай ұзын-ұзын соломка сияқты қылып тураймыз. Лавашымыздың соусын жасайық. Ол үшін бізге 3 ас қасық қаймаққа кетчупымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біздің кетчупты көз мөлшерде қоса салдық. Жақсылап тұрып араластырып болған соң, біздің соусымыз дайын. Ендігі кезекте лавашымызды жинайық. Осылай бәрін дайындап қоямыз, керекті заттарымызды. Және де сіздер лаваштарыңызға сыр қоссаңыздар да болады. Мен арасына сыр қостым. Сырмен де өте дәмді болды. Біз сырды да теркадан өткізіп аламыз. Бірінші лавашымыздың қамырын жайып алып, оның үстіне соусымызды жағамыз. 2 қасық соусты алып, жағып шығамыз. Сосын сәбіз салатымызды саламыз. Неғұрлым сәбіз салатыңыз көп болса, соғұрлым сіздердің лаваштарыңыз да дәмді болады. Келесі кезекте үстіне қызанағымызды да саламыз. Сосын қиярымызды да саламыз. Келесі кезекте тауық етімізді де салып, оның үстіне сыр қосамыз. Сырды қосып болған соң, қысып тұрып, жақсылап тұрып орауымыз қажет лавашымызды. Видеода көрсетілгендей қайталаңыздар.
Міне, менде 6 лаваш шықты. Менде осындай мультигриль бар. Бұны қыздырып алып, енді ортасына лаваштарымызды салып, үстін жауып қыздырамыз. Сіздерде осындай мультигриль жоқ болса, кәдімгі сковородканы алдын ала қыздырып алып, сосын лавашымызды екі жағынан қыздырсаңыздар болады. 5 минут өткен соң біздің лавашымыз осындай әдемі болып қызарып шықты. Егер де сіздер дұрыс тамақтанып жүрген болсаңыздар, осы лавашты жасап жесеңіздер болады. Әрине, осы лаваш та пайдалы, сондықтан да міндетті түрде жасап жеңіздер. Міне, біздің көптен күткен лавашымыз дайын болды. Тамақ жасауға ерініп жатсаңыздар, осылай 15 минуттың ішінде лаваш жасасаңыздар болады. Диетада жүрген адамдарға пайдалы лаваш. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.